Ассаламу алейкум. Бүгін біз Қарақалпақ фильм киностудиясы тарапынан шөлтеместірілген нөбеттегі сұрауларымызға халқымыз арасынан жауап іздеп көреміз. Демек біз басладық. Кошелек сөзінің қарақалпақша атамасы қандай? Меніңше ақшалар жинап қоятығын. Қалташа. Шыжлан деп айтылатын еді. Шыжлан қалта деп естетінік бала кезінде. Шыжлан. Білмеймін бірақ. Қалташа? Шыжлан. Шыжлан қалта дейді біздің мұсылманшада. Кошелек сөзінің. Шыжлан. Карман қалта. Афиша дегеніміз не? Афиша. Так. Хабар тақтасы десек мәнісі дұрырақ келеді да. Хабарлар тақтасы. Реклама? Мен білмеймін оны. Жарнама ма? Дағаза. Тағаза или реклама? Білмен. Афиша дегеніміз көргізбе. Көргізбе. Бір өмір тек қана сізге бір фильмді қайта-қайта көру имканияты болса, қайсы фильмді тамашалаған болар едіңіз? Қайсы фильм дейсіз ба? Мен Титаник фильм жақсы көремін. Форест Камп. Қандай кинолар бар? Так, бала кезімізде көрген Қарақалпақ қызы деген кино бар еді. Бағбан. Ну погоди. Танка фильмі. Махаллада дудугап. Шетел фильмлері көбірек. Қарақалпақша танка фильм көре беремін. Корейский драмалар. Танка киносы бар ғой, соны. Гілем сатсаң, қоңсыңа сат, бір шетінде өзің отырасаң деген нақыл қайсы фильмнің эпизодында қатынасқан? Қоңсылар. Білмедім. Білмеймін, расын айтайын. Ұры деген кино шығар демей. Қоңсыларда мейді, қоңсыларда шығар. Қарақалпақ фильм. Қоңсылар. Қоңсылар. Менің үшін қиын сұрақ болып кетті бұл. Басқалар танка барып жатыр екен. Қоңсыларда ма? Қоңсы. Қоңсылар. Білмен. Қоңсылар. Білмедім қайсы фильм екен. Бірақ